Сүйінбай Арғынұлы былай деген екен: жақсының сөзін әркім пайдаланар, миуалы алмөріктің ағашындай. Мен өзімнің еңбек жолымда көкейіме түйгенімді мына бір сұхбат арқылы бергім келіп отыр. Қола мен тасқа тіл бітірген мүсінші Шоқан Төлешке Қазақстан телеарнасының тележүргізушісі Дана Нұржігіт былай деп сауал қойған еді: қазіргі прагматикаға толы заманда жүрек пен сезімді қажет ететін мамандықтар өледі дегенге сенесіз бе? Сенбеймін, өйткені уақытша. Бұлардың барлығы таусылғаннан кейін қайта өрлеу дәуірі болады. Яғни абстракцияға көшкеннің барлығы тойынғаннан кейін қайтадан реалистік дәуірге келуіміз әбден мүмкін. Сіздің шеберханаңызда жүрек қалауыңызбен жасалған жұмыстар көп пе, әлде тапсырыспен жасалған жұмыстар көп пе? Менің шеберханамда жүрекпен жасалған жұмыстар көп, және тапсырыспен де жасалған жұмыстар бар. Олардың өзін өз шығармашылығымен орындаймын. Сіз қолыңызға бір қап алтын ақша тауып алсаңыз, тас алар ма едіңіз, ас алар ма едіңіз? Тас алсаңыз ас болмай ма? Тасты тірілт алсаңыз ас аласыз, тірілт алмасаңыз аштан қаласыз. Аға, сіз бақыттысыз ба? Бақыттымын деп айта аламын. Олай дейтін себебім, ойлағанның 90% орындалды. Кеудеңізде ерен еңбегіңіз үшін деген төс белгіңіз бар екен. Марапатқа қалай қарайсыз? Марапатты ерте берген дұрыс емес. Марапатты ерте берген дұрыс емес. Егер деңгейі тұрарлықтай болса, марапаттаған дұрыс. Ол адамды қанаттандырады. Ендеше бұл менің өзімнің өмірімдегі түйгенімді дайындаған сұхбатымның ұзын ырғасы осындай. Жаңа прагматикаға толы заман туралы айтылды. Қазір еңбектеген баладан еңкейген қарияға шейін қолына сотка ұстайды. Сол пенде қай салада жұмыс жасаса да өзінің көңілінің қошын статусқа салып қояды. Біз сол статусқа қарап, жаңа адамның көңіл күйін біліп жатамыз. Мұқағали Мақатаев былай деген екен: әдебиеттен хабары жоқ пақырдың поэзияны рахаттанып отырып сынайтынын көремін дейді. Ендеше бұл жерде жаңағы статусқа салып қоятын кісілер ол өткен заманды көрген, яғни сөздің төркінін түсінетін, сөздің нарқынын түсінетін адамдар. Ендеше біз осыған қарап отырып, қазіргі балаларды жаман дей алмаймыз. Біз әдебиетімізді қайтаруымыз керек. Қазір біздің әдебиетімізде 11 сыныптың балаларында оқу сауаттылығы шет елдің мәтіндері, не болмаса басқа саланың мәтіндері. Мен ойлаймын, осыған өзіміздің ақын жазушыларымыздың құнды шығармаларынан үзінді алып, соған тапсырмалар дайындаса, тіпті сол тапсырмалардың өзінің жауабы жаңағы мәтіннің ішінде болмаса, егер мұғалім оқушыға шығарманы зерттелей оқытқан жағдайда, жаңағы жауабы жоқ мәтіннің сұрақтың жауабы жоқ болса да, мәтінге қарап отырып оқушы жауабын таба алады. Енді екінші былай деп айтты: шеберханадағы тапсырыс. Бұл яғни көзі ашық, көкірегі ояу мұғалім қазіргі Қанипа Бітібаеваны түрлі технологияларды, әдіс тәсілдерді білмеу мүмкін емес. Біз тек қана осы әдіс тәсілдері арқылы ғана жұмыс жасасақ, онда біз қазіргі өскелең ұрпақты қызықтыра алмаймыз. Қайтсем мына баланың жүрегінен жол табамын, қайтсем өзімнің әдебиетіммен ұрпағымды сүйсіндіремін деген бала өзінің жанынан, жаңағы шығармас сабағы жанданып тұрған мұғалім аяқ астынан әдіс тәсіл шығарады. Ол бір ғана бір әдіс тәсілге тіреліп қалмайды. Құрметті мұғалімдер, енді жаңа марапат туралы айтылды ғой. Осы жерде мен айтқым келіп тұрғаны, кейде айтылып жатады, мұғалімнің мәртебесі. Мұғалімге мәртебені мемлекет не болмаса заң әпермейді. Мұғалімге мәртебені мұғалімнің өзі әпереді. Бұл жаңағы сұхбатты менің қорытындылауым. Енді бір сабақ деген бұл мұғалімнің шығармасы.
бір орыс бір шетел ғалымы былай деп айтқан екен: өзі шығарма жаза білмейтін мұғалім жағада тұрып жүзуді үйреткен су жаттықтырушысымен тең деген. Біз шығарма жазғанда оқушылармен өзіміз қоса жазуымыз керек. Бірден мынандай жағдай болды. Мағжан Жұмабаевтың балалық шақ шығармасы. Сонда оқушылармен қосылып өзім де жаздым. Бірақ оқушылар білген жоқ, өзімнің қоса жазып отырғанымды. Осы шығарманы тек қана екі сөйлеммен айтып берсем, рұқсат болса, бала күнімде жаңағы мектептен ұрлап алған борымды әкеліп қораның ішіне кіріп, жаңағы үйренгенімді, темірлерге жазатынмын үйренгенімді. Сонда жаңағы күресіздер ғой. Қойларды бір жаққа, ешкілерді бір жаққа қуалаймын. Қойларды ұлдар деп, ешкілерді қыздар деп. Сөйтіп қайталанғанның арқасында тіпті жаңағы бір күндері қойлар өзі екіге бөлініп тұратын болды. Бақырайып маған қарап, енді мен бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, біз баланы тәрбиелейміз десек, барлығы өзіміздің қолымызда. Рахмет. Ұлпан арқылы шыққым келді. Оған сабақты қайдадан айтуды жөн көрмедім. Ұлпанда жаңағы Ұлпан керемет қой, аралары 40 жас. Сонда мен ол жерде қорытындағанды былай қорытындадым. Мұхтар Шаханов былай деп айтты: нағыз махаббат дегеніміз шарқау сана биігінде бас қосу. Ендеше ол екеуі 40 жасы сана биігінде бас қосып тұр. Сондай жағдайда